Ақ жол партиясының сайлауалды жұмыстары қарқынды жалғасуда. Бұл жолы партия өкілдері қаладағы бірнеше ірі сауда орталықтарын аралап, тұрғындармен кездесті. Ақпараттық материалдарында партияның сайлауалды бағдарламасы мен негізгі бағыттары толымды түрде жазылған. Біздің Ақ жол партиясының басты міндеттерінің бірі бұл адам құндылығы бірінші орында. Одан кейін білім жетілгеннен кейін ары қарай мемлекеттік қызмет болсын, өзінің кәсібі болсын. Одан кейінгі мәселе біздің нақты қазіргі жұмыс жасап жатқан бағытымыз бұл шағын және орта бизнес. Бұны біз Ақ жол партиясы әрдайым айтып келеді, қолдап келеді. Шағын және орта кәсіпкеріміз дамыса, біздің экономикамыз дамиды. Саяси партияның үгіт-насихат жұмыстары арнайы белгіленген орындарда, халық көп шоғырланатын аймақтар мен түрлі мекемелерде өткізіліп жатыр. Ақжолдық Бақдәулет Мәлімовтің айтуынша, тұрғындар тарапынан әлеуметтік салаға қатысты ұсыныстар мен пікірлер жиі айтылады. Әлбетте біздің партиямыздың сайлауалды бағдарламасында әлеуметке қатысты, әсіресе білім саласына, мынау денсаулық саласына қатысты орындар көп алған. Соның ішінде мынау обязательно социально-медицинское страхование дейді. Оған қажетті реформаларды біздің жоспарымызда, сайлауалды программамызда қызықты бір нүктелердің біреуі, егер білетін болсаңыз, мынау үлкен мұнай кендерінде орналасқан инвесторлар, шетелдік инвесторлардың мемлекетіміздің отандық товар өндірушілер мен отандық қызмет көрсететін мекемелер, сервисная организация, солардан товар сатып алып, солардан қызмет сатып алсын деген біздің бағдарламамызда өте көп нақты бағыттар бар. Кездесулер ары қарайда жалғасады. Партия өкілдері халықпен кері байланыс орнатып, көпшіліктің ұсыныс пікірлері назардан тыс қалмайтынына сенімді. Нұрай Жылқыбай, Рауан Амангелді, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі.